Көркем айтылған ой ұлы. Сөз өнерін айрықша қастерлеген адамзат баласы көркем туындыны ықылым замандардан бері айнымайтын адал серігіне балап келеді. Қуанған сайын шаттыққа бөлейтін, асып тасқанда тәубаға шақыратын, қапалы көңілді сергітіп, жігерін жанитын, жаныңызды байытып, нәрлендіре беретін, түптеп келгенде рухани кемелдікке бастайтын ғажайып кәусар бұлақ, осынау көркем шығармалар. Композитор Марат Омаровтың ақын Ербол Шаймерденұлы жайындағы ән қанатында аталатын сыр толғауын тыңдайық. Ербол ағамен шығармашылық байланысымызға негізгі себепкер Арман қала Астана әні болды. Бірде Алматыда мәдениет министрлігінде істейтін белгілі сазгер ағамыз Жоламан Тұрсынбаев мені шақырып алып, Маратжан, Ербол ағам маған аманат етіп мына өлеңді жазып берген еді. Сол ағаңа жолықсаң қалай болады? Осыған әнді бір шығарсаң, сен шығара аласың ау деп маған жүктеді. Ербол аға қызмет жасайтын ғимаратқа барып, кабинетінің есігін қақтым. Пәкене бойлы қағылез кісі екен. Сөйгіден түгілме дейді ғой атам қазақ. Өлеңді оқи бастағанда оның әсер еткені сондай, бірден әуен шығып кеткендей болды. Әуен көкірегімде сайрап тұр. Аға, мынау дайын ән ғой деп айта бердім. Сарыарқа сауырында, еркесіл бауырында, келеді бой көтеріп, Арман қала Астана деген жолдарын күбірлеп қайталай бердім. Осы күбірлеген күйі үйге қалай жеткенімді де білмеймін. Ән дайын, қуанышым қойныма сыймай барады. Содан бір күн өтер өтпестен Ербол ағама хабарласып, аға, ән шықты құдай қаласа дедім. Ол кісі де балаша қуанды. Сонымен не керек, Ербол ағаның бұл әні өте сәтті шығып, Азия дауысында лауреат атанды. 1997 жылы мамыр айында бірінші рет Арман қала Ақмола деп Елорданың жастар сарайында қызым Зарина, Сәкен Майғазиев сынды өзге де бір топ жастарымен концерт беріп, соңында осы әнді таза дауыста орындаған болатынбыз. Содан көп өтпей қала Астана болды. Бір жақсысы, біз Арман қала Ақмоланы таза дауыста айтып жүргендіктен, кейін әнді студияға жаздырғанда Ақмоланың орнына Астананы жазып, Арман қала Астана болып жазылды. Кейін бірер жыл өткеннен соң Ару Астанамызға келіп, Конгресс-холлда концерт бердік. Сол кезде көпшілік алдында Арман қала Астананың өлеңін жазған Ербол ағаны таныстырдым. Зал толы халық ағаға ерекше риза болысты. Осы бір концерттің соңында орта жасқа келіп қалған бір орыс әйел жолдасымен келіп, Астанаға шығарылған осы әнге рахметін айтып жатты. Осы тұс қасындағы адамдардың бірі, мүмкін тексті орысшаға аудартарсыз деп еді, әлгі әйел оны бірден тыйып тастады. Мұны орысшаға аударуның түкте қажеті жоқ. Осы қазақ тілінде түпнұсқада тамаша естіліп тұр демесі бар ма? Менің де төбем көкке екі елі ғана жетпей қалды. Әуенмен әдемі жарасым тапқан өлең үшін Ербол ағама рахметімді жаудырумен болдым. 1998 жылы Астанаға көш ауа бастады. Бұл әнім пойыз жолда көптеген адамдарға әсер етіп, олардың Астанаға деген сүйіспеншіліктерін одан да арттыра түсіпті. Ербол аға бұл өлең жолдары арқылы тереңінен ұғындырып, Астанамыз елге, жерге, жастарға да арман болатынын сездіргендей болыпты. Ағылып атырауға